Қарағанды облысы білім басқармасы Сарыарқа дарыны аймақтық ғылыми практикалық орталығы тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған 30 игі іс атты акциясын бастады. Бір жылға созылатын акцияның бүгінгі алғашқы акциясы қатерлі ісікпен ауыратын балалар күніне арналған қан тапсыру акциясы басталды. Акцияға Жігер облыстық жастар қозғалысының белсенділері қатысуда. Бүгінгі акцияға 40-тан астам студенттер және мұғалімдері атсалысып жатыр. В рамках 30-летия независимости Республики Казахстан стартует акция «30 добрых дел» в молодежном движении «Жигер». Сегодня стартует первая акция, посвященная Международному дню больных раком детей. Я являюсь неоднократным донором сдачи крови и призываю всех активистов принять в акции «30 добрых дел». Как самочувствие? Барша студенттерді, белсенділерді, жастарды дәл осы акцияны қолдауға шақырамын. Дәл сіздің қаныңыз бір адамның өмірін құтқаруы мүмкін. Сондықтан барлығымыз бірлесейік.